Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ауызашарға осындай тауықтың сан етінен өте дәмді көже дайындайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Табамыздың астына май құйып аламыз. Менде сұйық май. Енді бұл майдың жақсылап тұрып қызғанын күтеміз. Қызыған кезде осылай жұқалап туралған пиязымызды үстіне саламыз. Қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аламыз. Осылай жақсылап қуырыла бастаған кезде оның үстіне тауықтың 2 сан аяғын қосатын боламыз. Жақсылап тұрып қуырамыз. Дәміне қарай тұзын да қосамыз. Әдемілеп қызарып қуырыла бастаған кезде оның үстіне 1 қасық томат пастасын қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Шамамен 5 минуттай қуырамыз. Бұл тауықтың еті болғандықтан қалған еттерге қарағанда тезірек піседі. Естіп қызарып қуырылып жатқан тауығымыздың үстіне кубиктап туралған картошкамыз бен сәбізімізді қосамыз. Оның үстінен қайнаған ыстық су қосатын боламыз. Егер де суларыңыз қайнамаған болатын болса, қайнағанын күтеміз. Суды қосқаннан кейін міндетті түрде тұзын көруді ұмытып кетпеңіздер. Бұл көженің бір жақсы жері асығып тұрған кезде өте тез дайындалады, және де ауызашарға таптырмайтын көже. Мен тағы да тұз қостым, себебі тұз жеткіліксіз. Енді қақпағын жауып, картошкамыз бен сәбізіміз толықтай піскенше қайнататын боламыз. Менде достар шамамен 15-20 минуттай өтті. Картошкам толық пісті. Енді оның үстіне кішкентай кеспелерімізді қосатын боламыз. 1 кесе қоссаңыздар жеткілікті. Одан көп қосатын болсаңыздар, біздің көжеміз бұғып кететін болады. Естіп саламыз. Бұл ұзақ уақыт піспейді. 2-3 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Сонымен достар, біздің көжеміз дайын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындықсыз тез жасалды. Өте әдемі, жеңіл. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.